بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تحية المسجد أهل السنة والجماعة төрт мазхабында ол мұстахаб намаздарының бірі болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадистер бар. Тіпті мешітке кіргенде отырмастан бұрын 2 ракат намаз оқы деген хадистер де бар. Бірақ бұл хадистерді төрт мазхабтың әхлі сүнна вал жамааттың мүжтәһид ғұламалары оны истихбаб, яғни ол мұстахаб бұйрық деп алады. Хафиз ибн Хаджар Асқалани рахималлах Фатул Бариде былай деп айтады: "Ваттафақа аимматул фатва ала аннал амр фи залика лин-нудуб" дейді. Әхлі сүннаттың ғұламаларының фатвасы ол пайғамбардың бұйрығы тахиятул масжидке ол мұстахаб деп айтады. Тағы тахиятул масжид отырмастан бұрын оқу абзал. Бірақ отырып қойған жағдайда қандай болады? Отырып қойған жағдайда да ол қаза болмайды, яғни ондан кейін де оқыса болады. Оған қатысты дәлел имам Тахауи Шарху Маани ал-Асарда келтіретін хадисте бір күн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам минбарда отырып уағыз айтып тұрғанда, немесе хутба оқып тұрғанда, бір сахаба кіріп халықтың былай айтқанда иығынан аттап бара жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны отыруға бұйырады. Имам Тахауидің келтіретін хадисінде излис фақат аданта дейді. Отыр, сен халықты мазалап жатырсың деп. Валам ямуруху бис салат дейді. Яғни оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазға, яғни тахиятул масжидке бұйырған жоқ, отыруға бұйырды дейді. Онда ол тахиятул масжид парыз болса, немесе уәжіп болса, пайғамбар оны намазға бұйырар еді дейді. Немесе Ибн Хаббан келтіретін хадисінде Абу Зар радиаллаху анху айтады: "Бір күн мен мешітке кірдім, тахиятул масжид оқымастан отырдым" дейді. Пайғамбар менен сұрады дейді: "Сен тахиятул масжид оқыдың ба?" "Ракатайн", мен жоқ деп айттым дейді. "Қум фаркахума", онда тұр тахиятул масжидіңді оқы деп айтты. Онда тахиятул масжид ла тафут бил жулус индана, отырғаныңменде ол фаут болмайды. Бірақ отырмастан бұрын, егер ол макрух уақыттары болмаса, парыз намаздың уақыты болмаса, ол отырмастан бұрын оқыған абзал. Тағы егер отырып тұрсаң да ол қаза болмайды. Тіпті егер ол мешітке кіргенде парыз намаз басталса, немесе сүннеттің уақыты болса, сүннетіңді немесе сол парызыңды оқысаң, біздің мазхабта ол тахиятул масжидтің орнына жүреді деп айтады. Біздің фиқх кітаптарымызда, Муниятул Мусаллида, Бахрур Раиқта. Немесе ол тахиятул масжидті күнде бір рет, лекулли яум ракатан дейді. Бір рет оқса жарайды. Әрбір кіргенде шыққанда тахиятул масжид оқу міндет емес. Онда тахиятул масжид төрт мазхабта мұстахаб. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.